Бүгінде Сайрам ауданында инфрақұрылым саласында едәуір ілгерілеу бар. Өңірдегі барлық елді мекендерді ауыз сумен және электр қуатымен қамту жұмыстары қарқынды. Сонымен қатар аудан халқының бүгінде 88% табиғи газға қол жеткізген. Аудан аумағында 42 елді мекеннің 37 елді мекені табиғи газбен қамтылған. Бүгінде 2 елді мекеннің табиғи газ құбырлары тартылып, 3 ауылға газ жүйелерінің құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Бұл туралы Сайрам ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлім басшысының уақытша міндетін атқарушы Шыңғыс Нұрлыбайұлы мәлім етті. Бізде ауданда 42 елді мекеннің барлығы орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілген. Ол дегеніміз барлық тұрғын үйлер 100% ауыз сумен қамтамасыз етілген деген сөз емес. Біз ол үшін қазір тиісті жұмыстар жүргізіп жатыр. Қазір біздің ауданда ең үлкен ауыл, ауданда емес, республика көлемінде ең үлкен ауыл 60 мыңнан астам халқы бар Қарабұлақ ауылында. Бүгінгі күнге дейін жеке кәсіпкер Қайтпас су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызмет атқарып келген. Біз өзіміздің тарапымыздан жоба әзірлеп, жобаның құны 9 миллиардқа жуық. Былтырғы жылдан бастап құрылыс жұмыстары басталды. Биылғы жылға 50% жұмыстар атқарылды. Келесі 26 жылға өтпелі болып отыр бұл жерде. Келесі жылы қаржы көлеміне байланысты толық қаржы келген жағдайда Қарабұлақ ауылының ауыз су жүйесінің құрылысы аяқталып, бүткіл Қарабұлақ ауылын толық сапалы сумен қамтамасыз ету жоспарымызда бар. Қазіргі таңда аудан аумағында 3 елді мекенде ауыз су жүйелерінің құрылыс жұмыстары жүруде. Атап айтсақ, Қарабұлақ елді мекенінің су жүйесінің құрылысы қарқынды. Мердігер мекеме Алтын Констракшн жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Құрылыс жұмыстары өндірістік кестеге сәйкес атқарылуда. 2026 жылға өтпелі. Сондай-ақ Арыс ауылдық округі, Нұржан қорған, Қожа қорған елді мекендерінің су жүйесінің құрылысы да басталған. Бұл жерде резервуар 9 кубтан 2 резервуар, 3800 куб. 7 скважинамыз бар, 6 водозаборымыз бар бұл жерде. Негізі проекті бойынша 9000 абонентке берілген, проект бойынша қазір бұл жерде 15000 абонент болып кеткен халық ауылда. 15000-ға жақын абонент болған. Соның бәріне береміз енді. Үй сусыз қалмайды. Осы 2 ауылға газ тартып отырмыз, газ құбырын. Ауылдың іштерінің бәрі бітті. Тек қана мынау жоғары қысымдағы газды тартып келіп жатырмыз қазір. Бұнда бітейін деп қойдық, жақындап қалдық. Онда құда қаласа. Құтарыста 1200 абонент, бұяқта 300 абонент. Қашан қосылайын? Енді декабрьдің бірнешінде деп айтқанбыз. Енді соға дейін қосуға әрекет жасаймыз. Ауданда көгалдандыру жұмыстары да жанданған. Аудан бойынша жыл сайын 46 мыңнан аса тал көшеттер егу жұмыстары жасалады. Алдағы уақытта көгалдандыру, тазалық мәселесіне қатысты жұмыстар жүйелі жалғасын таба бермек.